Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Жігіттер, мерекелеріңізбен сіздерге бар жақсылықты тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер хоры және оның көркемдік жетекшісі Бауыржан Алтынбеков. Қош келдіңіздер. Тағы да мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Осы мереке дәл ән-би ансамблі хорының өмірінде меніңше ерекше бір рөлін өтті сияқты, әсіресе жұмыстарыңыз қарбалас болып, концерттік шаралар, түрлі мәдени іс әрекеттердің барлығы көбейетін сияқты. Қазір қалайсыздар, қарбалас шығарсыздар? Әрине, күнде репетиция, күнде концерттен концерт. Ол бір жағынан жақсы да шығар, өйткені өзіміздің бұл біздің мерекеміз деп айтсақ та болады. Әскери формамен, әскери әндермен бүкіл халықты қуантып жүрген жайымыз бар. Өткен жолы бізге қонаққа келгендеріңізде ерекше бір хор конкурсына дайындықпен бара жатқандарыңызды айтып қалдыңыздар. Одан жақсы нәтижемен, сүйінші жаңалықпен келгендеріңізді естідік. Өз ауздарыңыздан толықтай білсек, қалай өтті жарыс? Аллаға шүкір. Ол кезде біздің өзіміздің барша қолдаушыларымыздың арқасында, және сіздердің ізгі тілектеріңіз, дұға тілектеріңіздің арқасында үлкен жоғары дәрежеде өнер көрсетіп, сол байқаудың лауреаты атанып, бас жүлдені иеленген жайымыз бар. Бәрекелді. Басымыз көкке жетіп, біраз қуанған жайымыз бар. Құттықтаймыз. Расымен бұл байқаудың әсіресе хор бөлімі бойынша ерекше екені бәріне белгілі әрі. Дәл қазіргі кезде бұл атын атап кетейін, Жұбановтар әуені деп аталатын хор өнерінің байқауы, ол дәл қазіргі кезде Қазақстан бойынша жаңағы өзіңіз айтқандай ең престижді байқаулардың бірі деп айтса болады. Дұрыс айтасыздар. Енді бағанадан бері біз отбасы тәрбиесіндегі осы болашақ отан қорғаушысын тәрбиелеу жағынан да айтып отырмыз. Сіздердің де жанұяларыңызда осы мерекенің де айрықша бір рөлі бар екені сөзсіз. Қандай да бір тәрбиеде қолданатын лайфхактарыңыз немесе кеңестеріңіз бар ма көрермендерге? Қалай десе екен? Бәлкім осы ортада тұрған жігіттер жауап берсеңіздер болады? Басым бөлігі бізде жанұялы отбасы құрған жігіттер ме? Кім жауап береді? Бізде Нұрбек деген біздің ағамыз 3 ұл тәрбиелеп отыр қазірден. Бәрекелді. Сол кісі осы сұраққа жауап берсе. Енді әскери сала болғасын, енді әскери маман болғасын, біздің отбасымызда енді 3 ер бала. 3 ер балаға темірдей тәртіп керек. Оларда болашақта ізін басып келеді қалсын, енді ізбасар ретінде жақсы ұлы болып, тәрбиелі болып өскенін қалайсың ғой. Сондықтан барымша әскери тәртіпті 50-50%. Енді қатты қолданбаймыз енді. Қатты қолдансақ та енді балада шошып болуы мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан енді барынша балаларды сол әскери тәртіпке сондай үйретіп жатқан жайымыз бар. Бәрекелді. 6-ға толған шығар балаларыңыз, Иә, 6-да. Енді қазақта айтады, 6-ға дейін ханыңдай көр, 6-тан кейін құлыңдай көр деп. Қазір енді мейірім мен махаббатқа бөлеп жатқан боларсыздар балаларыңыз. Әрине, мейірім керек қиын басты балаға да. Енді сіздердей ұлтжан патриот азаматтардан міндетті түрде сондай бір болашақ сарбаздар, болашақ отан қорғаушылар шығады деп үміттенеміз және сенеміз. Енді өзіңізден Бауыржан мырза, бір ауыз осы мерекеге орай тілек болса? Барша азаматтарды келе жатқан отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз қашанда ашық болсын. Рахмет. Көп рахмет. Енді бізде бүгін қонақта болған Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер хоры және оның көркемдік жетекшісі Бауыржан Алтынбеков. Алдағы шығармашылық табыстарыңыз молая берсін, бізге осындай сүйінші жаңалықтарыңызбен келе беріңіздер дейміз.